Мына әлеуметтік желілер бізге тіпті жақсы болды. Твиттер, Инстаграм. Ой, біреудің атынан өтірік атын ашып алып, не бір сөздер жазып отырасың. Бәрі білгіш қой. Ешкім білмейтін адам жоқ. Бәрі ақылды. Инстаграмға мен таң қаламын да, фотосын пүчік Инстаграмға жібереді. Соның артында комментарийларды көрсеңіздер. Анау адам жіберіп қойды, өзімен өзі қырылысып жатыр қалғандар бар. Немене қырылысып жатыр? Ешкім шаруасы жоқ, өзімен өзі. Бізде басқа ұлттарда, Инстаграмдарда бір киімдерін түсіріп жатады, тағы бір. Бізде 4 фото бар. Біреу ананың үйінде отырмыз. Анамен кездесіп қалдым. Тойда ет жеп отырмыз, еттің суреті отдельно. И концертте или тағы бір жерде за кулисім түскен суреттер. Бізде 4 сурет. Біздің мына суреттер, мысалы үшін мынандай Инстаграмдағы суреттерді қазір экранға назар аударайық. Мысалы былай. Артындағы астында комментарий жазды. Мынаулар кухняда ма, әлде залда ма дейді. Жоқ, ана адамға шаруасы қанша деймін, ол қайда отыр олар. Главное фотоға түсіп жіберді, оны адамдарды айтсаңдар, қайда отырғаны керек. Ары қарай мынандай тағы шығатындар бар. Кухня артында микроволновка тұр дейді. Одан кеңіс қарап отырмайды, былай жазады. Кухня емес, ас үй, микроволновка емес, қысқа толқынды пеш деп ішінде патриоттар шығады ішінде кейбірлер. Интернеттің ішінде патриот та өздерінше жағы. Елдің емес, интернеттің ішінде патриот. Келесі былай жазады сосын. Ортасында әнші дос ағам, мен оны люблю. Жүректер қойып қояды. Осындай міне. Сол ары қарай тола береді комментарийлер. Келесі сурет. Міне. Досым жанға тарелка жетпеген бе дейді. Бізде қазір Инстаграмда уже не айтарын білмейді. Адамды айтпайды. Столдың үсті, артында не тұр. Уже сурет түсуге қорқасың қазір бар ғой. Біреу суретке түсіп атса, артында бүйтіп тұрып қалсаң, соны сені әңгіме қылып атады. Ар жағындағы адам неге бүйтіп тұр? Біреу фотоға түсіп атса, артында уже дайындалып тұру керек сияқты бүйтіп. Артындағы адам көңілді ғой деп айтатын секілді. Келесі былай жазады. Тойға екеуі ғана келген бе дейді. Одан біреу жанағы тағы жазады былай. Жоқ, үшеу, фотограф бар ғой дейді. Өздерімен өздерді уақыт өткізіп, бір әңгіме жазса екен ішінде. Жоқ, болмайтын бірдеңені қозғап отырамыз. Келесі мысалы. Мынаны қараңызшы. Мына екі жігіт дейді, Тефаль деген чайник бар екенін білем екен дейді. Ана жерде столдың үстінде бір чайник тұрды, ана тоқ қойған соң. Чайник Тефаль бар екенін білеме дейді. Жоқ, шаруасы қанша столдың үстіндегі дастарханға. Ол Тефальмен ше ме, ол сол жерге қойып жай кипятокпен ше ме. Келесі. Былай айтатын. Бэби дейді. Гипоаллергенные подгузники для ваших детей. В Астане доставка по городу Астана дейді. Вообще ешқандай қатысы жоқ бірдеңе жоқ. Басқа біреулер рекламаларын бэби, жаңағы бірдеңе сомкілер, очкилер ішінде болмайтын жерде. Келесі. Мынаны қараңыздар. Мынандай да бар Инстаграмның ішінде, Болатбек жіберді енді. Ана жазғандарын қараңыздар. Колобок па, смайлик, көзін жауып тұр, құлағын жауып тұр, аузын жауып тұр. Мужской сумка, женский сумка. Осыны түсінетіндер бар да. Оған біреу ответ жазып қараңыздар. Осыны оқиды, бара-бара сөзден де қалатын, сөзден жазудан да. Мынандай сурет бар. Менің бір өзім қызық енді, таң қалатыным. Мынаны қараңыз. Дастарханның үстінен қалай түсірген деп жазған. Осыған бас жетпей ме жазып отырған адам деймді. Дастарханның үстінен қалай түсірген дейді. Енді былай түсірген ғой енді кәдімгідей. Соны біреу жазыпты бұлар. Оның несі қиын? Қазақтың дастарханы жерге жайған дейді. Не деген ақылдылар отыр деймді Инстаграмда бар ғой. Не деген ақылдылар, данышпандар, өздерін данышпан сезінеді бар ғой. Оған біреу бүйтіп жазады. Ешқандай қазақтың дастарханын көріп тұрған жоқпын. Қазақтың дастарханы болса құрт, май, ірімшік, бауырсақ қайда дейді біреулер. Оған біреудің ответін қараңыздар. Ауылда дейді. Біреу дастарханды салып түсіріп жібере сал, жай мені осындай қонақ келіп атан. Соның астында отырып, өздерім өзі қара терге түсіп, дымдары қалмай, ана сотовый телефон жүріп. Мынандай бар да келесі жаңағы. Мынаны қараңыздар. Той үстінде тәтті күндер деп. Бұлар жіберген өздері, астына жібереміз ғой, осындай жерде отырып. Соған жазғандарын қараңыздар, ақылдылардың.
үшеуі тойға кешігіп келген сияқты, бір орындыққа үшеуі қыстырылысып отыр ғой дейді. Расымен бір қызықты, бір астарымдағы мен кей кезде мен өз басым инстаграмда жоқпын. Біреу мен атын ашып қойған, соның рахаты қызық. Енді білмеймін, ол не үшін керек, оның жұмысы жоқ па деймін. Мен оған ештеңе төлеп отырған жоқпын. Өзімен өзі фотолар жазып, еще комментарий жазады. Бірдеңе деген бауырыммен тұрым деп жаңа. Өзім тұрған секілді таңғалып қаламын да. Мынандай барсын, мынандай. Артында отырған жігіттің мұрны қышып отыр дейді. Уже бер жағы уже әңгіме бітті, ар жағына көшіп кетті да уже. Сосын бұл инстаграмдарда жібереді, лайк деген бар. Лайк деген дауыс жинауғы, кім қанша лайк жинаған. Соғы ең қызықтыратын бәрін сол. 300 лайк болыпты. Менікі 1000 лайк болыпты деп мәз болып отырамыз да. Лайк деген жаңа жүректің үстін басады, үлкен кісілерге айтайын жаңа. Сол фото ұнаса үстінен басады екен. Оны енді бір лайкты адамдарға жібереді да, былай қарасаңыздар. Басып 1000 адам, 3000 адам жинадым, 4000 адам жинадым деп. Бір кәдімгі сауап жинаған адам секілді мәз болып отырады да жаңа. Бір сауап жинаған секілді. Бұл өмірде лайкты сұрап алармыз. Ана өмірде лайкты саған ешкім баспайды ағайын. Соны ойланайық.